Барлықтарыңызға сәлем. Свадебный сезон басталып кеткен сияқты. Сол себепті свадебный канал алып үлгеріңіздер. Ол каналда су жаңа новинкаларды ұсынамыз. Осындай бомбоньерлар түрі пятиугольник және де бриллиантовый бомбоньерканың түрін ұсынамыз. Жаңа модада. Бұдан бөлек көптеген тойбастарлар, оберткалар, растяжкалар бар ол каналда. Канал құны 1000 теңге. Алғыңыз келсе, менің WhatsApp нөмірімде жазсаңыз болады. Осы видеоны астына қалдырып кетемін сіздерге. Ал бүгін осы керемет новинкамыз, осы бриллиант бомбоньерканың сборкасын көрсететін боламын. Ал сіздер обязательно менің каналыма подписка жасауды ұмытпаңыздар. Себебі келесі видеода осы бомбоньеркаларға қалай жазу керектігін көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, мен жазуымды жаздым да, принтерден шаблонымды шығарып алдым. Енді артық жерлердің барлығын қиып тастаймыз. Одан кейін бомбоньерканы биговать етеміз. Ол үшін маған резак пен сызғыш керек болады. Резактың мен өтетін емес, өтпейтін жағымен биговать етемін. Также можно өтпейтін бізбен, немесе ручкамен, пилкамен, қыздар уже егемейтін пилкамен жасап жатады. Қағазды жыртып жібермейтін заттармен биговка жасасаңыз болады. Осылай видеода көрсетілгендей тез биговать етіп шығамыз. Сызықтары көрініп тұрады, сол сызықтың үстінен биговка жасап шығу керек. Биговканы қағаз оңай бүктелу үшін және бүктеген кезде жыртылып кетпеу үшін жасаймыз. Биговка жасап болғаннан кейін сол сызық бойынша шаблонымызды, яғни қағазымызды бүктеп шығамыз. Барлығын аккуратно бүктеп аласыздар да, одан кейін екі шетін жабыстырамыз. Қазір видеода көрсететін боламын. Мен бұл жерде горячий клеймен жабыстырдым. Бірақ сіздер обычный карандаш клеймен жабыстырсаңыздар да болады. Карандаш клей де ұстайды, горячий клей де ұстайды. Можно еще двухсторонний скотчпен жабыстыруға. Міне, екі шетін осылай қазір жабыстырамыз. Осындай болып шығады. Горячий клеймді қыздырып алдым. Екі түрінде, бомбоньерканың екі түрінде осылай дайындап алдым. Осы бір шетіне клеймді жағамында екі бетін теңестірем. Теңестіргеннен кейін, дәлдеп дұрыстап алғаннан кейін 5-10 секунд ұстап тұрам. Екінші бомбоньерканы тура солай клей етіп аламыз. Ал енді астының жабылу жолы өте оңай. Бірінші мына төрт бұрыштың жабамыз. Сосын 3 бұрышқа ұқсайтын екі жақ жағын жабамыз да, мына бір узкий жағын кіргіземіз. Содан соң осылай дұрыстап аламыз. Артынан крышкасын жауып, осылай клиентіңізге дайындап бересіз. Осындай әдемі дүние шығады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін.